Жәдігерлерімізді бүгінгі өтіп жатқан аудандық шараға үлесімізді қосайық деп әкеп отырмыз. Біздің бүгінгі әкелген қауымға көрсететініміз құрт қайнату мәселесі, қалай құрт істелінеді, алынады, әр түрлісін әкеп отырмыз. Сұйық түрлерін, кептірген түрлері бар. Келесі ауданнан әкеп отырған Нұрғызайни апамыздың көмегіменен алаша тоқу әдісі. Келесі әкеп отырғанымыз Гүлсағат апамыздың көрсетіп отырғаны ол жүннен қазіргі үміт болып қалып бара жатқан жастарға көрсетейік деген жүн түту, жүннен шығарылатын бұйым ол қазақтың сырмағы. Бұрыннан көне қалған нәрсені жаңғыртып келе жатырмыз деп ойлаймыз. Осыған үлес қосып отырмыз шамамыз келгенше. Башын арындықтардың мына қол өнерін көрейін деп, болатын концертін көрейін деп келдім. Өйткені о жақта туыстарым тұрады, сондықтан маған жақын сол көріп бәрін тамашалайын деп келдім. Өте жақсы маған ұнап тұр. Әсіресе мына қазақтың қол өнерлері, сырмақ міне. Ана оюлы нәрселер, қолдан жасайтын, жүннен жасайтын нәрселердің бәрі ұмытылмаған. Осы дүниеге келіп тұрған, осы балаларға көрсетіп, жастарға көрсетіп өнеге болатындай үлкен бір көрме екен, маған ұнады. Өзім жас кезімнен айналсам, қол өнбекпен қыз жасауын жасайтығым, құрақ құрайым, мына құрақтардың бәрін өзім жасап шығарам. Енді соңғы кезде менің өзім сондай ынталанып істеп жүрген нәрсем құрғақ жүнмен сурет салу. Мен құрғақ жүнмен сурет салам. Өзім үйірмем де бар, оқушыларыма да осыны үйретіп жүрмін. Мен айналысатыным осы құрақпен де. Құрақтың түр-түрін тігем, қыз жасауын жасаймын.